Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен Сымбат, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі түсіретін видео менде обложкасынан тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін менде жаңа жылға бөлмемді безендіремін деп қалады. Тек қана бөлмемді емес, сіздерге бүгінгі жаңа жылдық заттарымды да көрсетіп кететін боламын. Сіздерге қызық болып бара жатыр деп ойлаймын. Созбай, тезірек видеоны бастаймыз. Ең алдымен сіздерге өзімнің бүгін прям күшті покупкамды көрсеткім келіп отыр. Осындай румяны қазір бетіме жағып алған болатынмын. Қазір румянаны ашып көрсетейін. Осындай, бұл жаққа осылай батырып, беттеріңізге жағасыздар. Дәл осындай румян алғыларыңыз келсе, менің инстаграм парақшама жазыңыздар. Өте көптеген косметикалар мен басқа да нәрселер бар. Так, ең алдымен сіздерге самый главный нәрсе, ол бізде анам алып келген болатын. Оны ашып қойдым. Өте күшті өзінің бір нелері бар, цветтері ауысатыны бар. Мен бұндай видеоны бөлмемді безендіру деген видеоны алғаш рет түсіріп шынымды. Алдыңғы жылдан бері жаңа жылды біз тойламайтынбыз. Тойламаймыз прям қатты деп. Бірақ міне ғана істей саламыз. Кішкене новогодний настроение болу үшін. Әрине харам деп жатыр оның барлығын. Біз білеміз, біз прям шампан құйып етпейміз. Уайымдамаңыздар. Харам екенін білеміз. Жаңа жылды бастаған, жаңа жыл 2024 жылды бастаған ол по-любому какая-то мереке, ой, по-любому қалып қалады ол. Қанша отменить етсен де. Одан тұрған ешнәрсе жоқ деп білемін. Біздің құраған елкамызды көрсеміз, бірақ ол әлі до конца құраған жоқ, себебі бүгін мамам өзі барып алып келген кішкене ғана заттарды, бір-екі заттарды. Біз ертең мамамен баруымыз мүмкін, сол кезде влог түсіру мүмкін. Ертең мама екеуміз біз базарға баруымыз мүмкін, сол кезде қалған заттарды алатын боламыз. Қазір мен сіздерге елканы көрсетейін. Комнатамыздан шығамыз, сөйтіп залға барамыз. Залда мінекей елкамыз. Мына жаққа еще мысық үймелеп алған. Мама осындай шариктарды әкелді, смотрите, күшті. Шынымды айтсам, мен бірінші рет осындай үлкен елканы алып тұрдық үйге. Алдыңғы жылдан бері айтып отқандай. Еще бізде кішкентай елка болған. Мінекей осындай әдемі шарлар. Дәл қазір шашымды жинап алдым. И мен қазір приступаем. Мен білем примерно қайқа жабыстыратынымды типа. Мен болдым. Скотчтары кішкене көрініп тұр, енді еш нәрсе болмайды деп ойлаймын. Осындай гирлянда өте әдемі болып тұр деп ойлаймын. Вот, оның сырты осындай. Мінекей. Бағана біз елкаға жабыстырғанымыз осындай үлкен домалақтар, өте күшті. А мына біздің баяғы лента светящая. Және де бұл уже нетіп қалды. А то бұны да жабыстыруға болатын еді. Бұл жақта өзінің кнопкасы бар. Осыны басу арқылы цветтерді өзгертіледі. Мысалы, осы бір цветте тұрсын. Ой, бір цветтеден осындай. Екі цвет өшіреміз. Қатты қараң болып тұрған жоқ, потому что әлі кеш болған жоқ. Вау, классно смотрится, если честно. Так классно. Прям новогоднее настроение получилось. Бізде үйде, по идее, шапочкалар болған новогодний. Бірақ оларды қазір таба алмай жатырмын. Вроде кеше ғана біздің үйде болып еді. Почему-то жоғалып қалды. Осылай. Достар, мен шапочкалар таптым. Алдыңғы жылғы мен өзіме осындай сатып алған болатын қызыл. Вот осындай.
шапочка. И мынандай, мынау шапочка қайшыдан шыққанын білмеймін, бірақ мне кажется, это гномдікі какой-то. Гномик или что там. Осындай көк түс. И шашымды жіберіп көрейін. Қазір қызыл түсін киіп көрейін. Вот қызыл түс, по идее, Новый годқа кішкене келеді. Біз өзіміздің бөлмемізді до конца әдемілеген жоқпыз. Мен сіздерге қазір кішкене не көрсетемін, декоративный что. Осындай кішкене. Және де мен өте көп заттарды прям өз комнатама жасаған жоқпын. Сама так хотела, потому что менде ондай көп те заттар жоқ. Негізі мишуралар болу керек еді. Мишуралар бізде барлығын алдын жылы мусорға лақтырып тастадық, потому что олар слишком старый болып қалды. В общем, так. Тағы да өзгертетін боламын жаңа жылға қарай. А так күшті оформление болып жатыр деп ойлаймын. Негізі шынымды айтқанда далада бірде-бір қар жоқ. Әйтпесе күшті, вообще күшті новогодний настроение болушы еді. Просто далада қар жоқ болғаны өте өкінішті. Бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Аз болса да, көп болса да мейлі лайк баса берсеңіздер болады. Сіздерге рұқсат беремін. Мен өте көп жасаған жоқпын. Если бізде будущем осындай күшті заттар болып жатады, сол кезде міндетті түрде сіздерге салып көрсететін боламын блогтарымда. Осымен заттар да бөлмеде аяқталды. Батырыңызға рахмет көргендеріңізге. Көрдіңіздер, сау болыңыздар.